Кеш жарық, қайырлы түн, құрметті оқырмандар, мұмин мұсылман бауырлар. Бүгінгі әдетіміз бойынша жұманың қасиетті күніндегі, ұлы түніндегі баршаларыңыздың ұлы күндегі атқарған тілектеріңізді Алладан қабыл болуын сұрай келе, бір-бірімізге дұғаларымызды айта келе, Алла тағаланың жақсылығына үміт арта келе, бір-бірімізге дұға жасай келе, ел жұртымызға тыныштық пен амандық тілей келе, бір Алладан аурулы сырқауларға шипа дұғасын сұрай келе, Аллах Тағала бір-бірімізге береке берсін деп дұға жасай келе, бүгінгі кешкі сұхбат хабарымызды бастаймыз. Аллах Тағала айтылатын әрбір сөз, Аллах куә, менің жүрегімнен шыққаннан кейін сіздердің жүректеріңізден барып орын тауып, сол нәтижеде амалға асуын Аллах Тағала баршаларыңызға нәсіп етсін. Тікелей эфирде Инстаграм оқырмандары менен TikTok оқырмандары бірге отырсыздар. Аллах Тағала баршаларыңызға риза болсын. Енді сауалдар бойынша соңында жауап беремін. Сіздерді де, мені де ойымды бөле бермес үшін сәл нелерді өшіріп қояйын, комментарийларды. Негізгі сүбелі ойға ғана тоқталып, негізгі мағынаны шығарып, содан кейін ары қарай тақырыпты өрбіткім келіп отыр. Жалпы тақырыпты ұлы күнә деп қойдым. Ұлы күнә, күнәларында ұлысы бола ма дегенде, әлбетте Аллах Тағала жек көрген, Аллах Тағалаға ұнамаған, пайғамбарымыз алейхиссалам сізбен бізді қайтарған, шайтанды қуантқан, адамды азғыртқан, жаманшылық қалып келген үлкен бір қателікті күнәға тоқталатын боламыз. Бұл өкінішке орай, бұл күнә, қазір мен айтатын күнә, өкінішке орай көп адамда бар. Ара кідік менде де болуы мүмкін. Бұл күнәдан құтылған адам, Құдай бұ дүниесінде, о дүниесінде берген адам. Бұл имамда да болады, молдада да болады, патшада да болады, әкімде де болады, байда да болады, кедейде де болады, еркекте де болады, әйелде де болады, балада да болады, қызда да болады, жында да болады, шайтанда да болады. Осы бір күнә туралы тоқталамыз. Және бұл күнә не үшін күнә болады? Бұл күнә болған нәрсе, бұл Аллаға тиесілі нәрсе. Бұл Аллаға тиесілі нәрсе болғаны үшін, Алланың кі болған үшін, ридаи, Аллах Тағаланың кі болған үшін, бұл сол нәрсені адам өзіне алған үшін, Алланың алдында үлкен күнә санатына жататын себебі сол. Сондықтан осы күнә туралы жамаға тоқталам. Шамаңыз жеткенше, Құдай мына жанымызды алқымымыздан алғанша, осы күнәменен күресіп өтсеңіз, осы нәрсені бойыңыздан шығарсаңыз, онда Алла Тағала алдыңызда жарқыраған жәннатты қойып, тұқым үрім бұтағыңыз жәннетке жетіп, бұл дүниеде Алланың жақсылық, дүниеде берген бар жақсылығына кемелде ие болып, тұқымдарыңыз 1000 жасап, атыңыз 100-ге барып, керемет ғажап өмір сүруіңіздің бірден бір себебі осы болады. Ал енді Алла Тағала егер осы нәрсені қаламаса, онда бұл нәрсені иісіңіз сезбейді, мұрнына иісі кірмейді. Ал енді пайғамбарымыздың осы күнә туралы хадисі бар. Бұл күнәсі болған адам жәннет түгіл, жәннеттің иісін сезбейді дейді. Қараңыз, мұсылман боласың, намаз оқисың, ораза ұстайсың, талай жақсылықтарды жасайсың, садақаңды бересің, не керек, бәрін істейсің. Бірақ осы бір қасиет болса сенде, жәннеттің иісін сезбейсің. Бұл қандай нәрсе? Қалай ойлайсыздар? Бұл қандай нәрсе және не нәрсе? Сіздерден кешірім сұраймын. Ескі жауап қоймасам, бір секунд. Салқын болады деп есті ашып қойсам, маса-паса.
құттап жатыр екен, сондықтан кешірім сұраймын, айып етпеңіздер. Қысқасы, Аллах Тағала осы күнәдан баршамызды сақтасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисімен ашамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деді: "Қала набию саллаллаху алейхи ва саллам: ла ядхулул джанната ман кана фи қалбихи мисқала зарра мин кибр." Кімде кімнің жүрегінде қылдай, зәрредей, тозаңның түйіріндей тәкаппарлық болса, жәннетке кірмейді деді. Осы хадис төңірегінде сөз болатын болады, яғни тәкаппарлық. Мен сөзім басын бекер бастаған жоқпын, бұл менде де болады, адамбыз. Әсіресе бұл көбінесе кішкене мынандай бір жыртық креслосы бар, кішкене бір қолына дүние тиіп қалған, атақы бар, абыройы бар адамдардан айланып өтпейтін, саусағының ұшын беріп қалғандарға, ертең сүмірейіп қалып сол күнді ұмытып кететіндерге, осы бәрімізге, бірінші мен өзіме, менен қалса сіздерге айтылып отырған иншалла насихат болсын. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Сондықтан, құрметті ағайындар, біз бұл шындық нәрсенің бар екен ақиқат. Аллах Тағала хадиси құддусида айтқаны бұл тәкаппарлық иннал кибрия иридаи. Бұл тәкаппарлық менің киімім, бұл маған тиесілі нәрсе деді Аллах Тағала. Мен басында айттым, бұл күнә болады. Не үшін күнә болады? Өйткені Алла Тағаланың сипаты тәкаппарлық. Сол тәкаппарлықты пенде өзіне алған кезде, мен сондай болам деген кезде, Алла Тағала бұл адамға жәннаттың өзі түгіл, жәннаттың иісін бермейді. Кімге? Тәкаппар болған адамға. Сонда біздің намазымыз не болды? Өліп талып ұстаған оразамыз не болды? Істеп атқан анауымыз, мынауымыз отан үшін берген, мені жыртылып, мына ақшадан жырып тұрып берген садақамыз не болды? Барлығы үшті де кетті деді. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мен зарра деген түріктің ғалымдары түсіндіреді. Мына ұнды елеген кезде ұнның елегінен түсіп кетеді ғой майдан. Сол ұнды дейді 70-ке бөлген кезде, сол 70-ке бөлген нәрсенің бір түйірін тағы да 700 рет бөлген кезде, содан шыққан бір нәрсе, бір молекула деп айтайық, сол нәрсенің көлеміндегі нәрсе бұл зарра деп айтылады. Бір қылдан да төмен нәрсе. Сондай дәрежеде жүрегінде тәкаппарлық болған адамның жәннетке кірілмейді деп пайғамбарымыз алейхиссалам кесіп тұрып айтты. Ал енді тәкаппарлық бұл шайтаннан болады. Өзі басында қайдан келді дегенде, Аллах Тағала Адам алейхиссаламды жаратты, бүкіл періштелерге бас иіңдер деді. Періштелердің басшысы Иблис бас имеді. Неге? Мен топырақтан жаратылғам. Адам топырақтан жаратылды. Мен оттан жаратылғам. Қала ма манака алла тасджуда ид амартука қала ана хайрум минху халақтани мин нари ва халақтаху мин тин деді. Садақаллаху алазим. Мен оттан жаратылдым. Бұл адамың топырақтан жаратылды. Мен бұған бас имеймін деді. Аллах Тағала енді аржағын білесіздер, жәннаттан қуды, бізге дұшпан болды. Сонда Аллах Тағалаға тікелей қарсы шықты. Не үшін? Тәкаппарлығымен қарсы шықты бауырлар. Тәкаппарлығымен. Мұса алейхиссаламның тұсы. Мұса пайғамбардың тұсында Мұса алейхиссалам шайтанға кезікті. Кезіккен кезде сұрады Иблистен: "Я Иблис, неге тәуба қылмайсың?" деді. Иблис алейхиссалам айтты, Иблис айтты: "Я Мұса алейхиссалам, сен Құдайдан сұрамайсың ба? Құдай мені кешірсе де, мен тәуба етейін" деді. Сонда Мұса алейхиссалам Аллах Тағаладан сұрады: "Я Раббым Алла, сенің жаратқан анау болсын, мынау болсын, құлың ғой, құлың ғой. Сенде бір жаратылысың ғой, бұл шайтан, бұны кешірмейсің бе?" дегенде, Аллах Тағала айтты: "Сөзім сөз, кешірем бұны" деді. Қандай деді? Бұның бірінші менің уәдеме қарсы шықты, бұйрығыма. Қандай? Адамға бас ий дегенімде, бұл адамға бас имей, маған қарсы болды. Демек, мен бұған бас, енді қазір қайтыс болып кетті адам ата, сенің Мұсаның заманы, енді сен барып сәжде етсең, мен оны кешемін деді. Сонда Мұса алейхиссалам Иблиске қуанған күйде келді.
Иблис, Құдай сені кешетін болды, сен барып адамға сәжде ет деген кезде, Иблис не айтты? Мұса, ол тірі кезде бас иген жоқпын мен оған деді. Тірі кезде деді. Енді ол өліп шіріп кеткен кезде мен оған қалай бас ием деді. Тәкаппарлықтың екінші белгісін көрсетті. Бізде соғы қызмет барда, тәкаппарлық барда, қызмет дүниең барда, досың да көп, басқаң да көп, сәл саусақтарың өзгеріп, қол беруің саусақтарың өзгеріп, алыстан келіп сәлем беретін еді. Ал енді сәлем бермесе, не қыламыз біз? Біз оны төменге басамыз. Неге сәлем туралы көп айтады? Өзі тәкаппарлықтың қарама-қарсысы не? Тәкаппарлықтың және не емдейді, оны соңында айтам. Тәкаппарлықтың қарама-қарсысы не? Тәкаппарлықтың қарама-қарсысы қарапайымдық. Хазірет Ғұмар патша болған кезінде 20-дан астам мемлекет аяғының астында тұрған кезде тәуелді болып. Сонда Мұса алейхиссалам, Омар радиаллаху анху үстіндегі көйлегінде 22 жерінде жамау бар еді дейді. 22 жерінде. Қазіргі бай бақуаттыларға бір мәселе да, дүниедегі ең бай болған Сүлеймен пайғамбар. Жында бас иген, құмырсқада бас иген, желде бас иген, күнде бас иген, табиғатта, жаңбырда бас имеген нәрсе қалмаған Сүлеймен алейхиссаламға. Сол Сүлеймен алейхиссалам сондай ұлық дәрежедегі кісі, Алла тағалаға тәкаппарлық, ол кісі пайғамбарлықта болмайды. Бір күні мынандай ұшатын тақыр болған екен астында. Осының үстіне әскерімен басқамен кейде көтеріліп ұшатын болған деп айтылады риуаяттарда. Сонда бір күні көтеріліп ұшқан кезде қабитеп төменге қарапты. Төменге қараса адамдар, басқалар бәрі майда болып көрінеді ғой. Сонда өзін тәкаппар бейт көтерілген кезде астында тағы бейтеп қисайыпты күйсісі. Ұшып баратқан кілемі. Сонда қисайған кезде Аллах Тағала енді құлайды ғой, бұл үстінде тұр. Сонда истаф тұр, түзу тұрды, түп түз бол дегенде мына астында тақ сөйлепті ғой. Ей, Сүлейман, сен өзің жүрегің қисық тұрып тұр, тәкаппарланып бүйтіп қисайып тұрсың депті. Бұл сен жүрегің қисайғанда мен қайда кетем, бірінші жүрегің түзеп ал деген екен. Міне сол кезде Сүлейман алейхиссалам өзінің мәселесін түсінді дейді ғой. Сондықтан бір кербезденген бай адам көшеден кетіп бара жатса, алдынан бір мұқтаж, бір жағдай төмен біреу тұрыпты. Соның бәрі кеп, енді бейді ек қолдап кеп амандасады, бейді ек қолдап кеп амандаса, сөйтсе біреу орнында тұрмай қойыпты. Сонда ана байдың ашуы келіп, сен мен танымайсың ба не? Мынаның бәрі кеп амандасып жатыр мен. Келіп дұрыстап амандаспайсың ба? Жүрсе мен танымайсың ба деп. Жо танытып жіберейін ба деп. Қазір айтады ғой, танытып жіберейін ба кім екенімді деген кезде, жо мен сені танимын депті. Сен кімсің деп. Сонда мен кіммін деді. Сен шыққан жерің нәжіс деп айтты. Бәріміз нәжістен шықтық қой, біз сасық судан шықтық. Жасыратын жоқ. Сол сасық судан шыққан адамсың депті. Одан шығып алып екінші сасық жерге бардың депті. Сол екінші жерде сасық жерден жиналдың да, тағы да сол сасық жерден екінші рет шықтың депті. Қазір осы жерде тұрып депті, сенің ішіңде 2 килограмм шамасында сасық нәжіс бар депті. Соны жарып жіберсе, маңайыңның бәрі сасып, қасыңа адам тұрамай қалады депті. Мына аузыңды 2 күн жумасаң, қасыңа қарап, бетіңе қарап саған ешкім сөйлей алмай қалады деген екен. Сондай дәрежеде сен төменсің, енді несіне тәкаппарланасың деген екен. Сонда әлгі патша, жаңа бақуатты адам сәл артқа тартқанда, әлгі кісі сөзін жалғастырып былай деп айтты дейді. Мынау түйе менен тышқанды келтірді дейді. Түйе менен тышқан бір күні өзін түйенің алдында кетіп баратқан сезін бітеп, тәкаппарланса, түйе енді жай баспады, балпаң басып келе жатса, алдында тышқан бітеп, шайқалып кетіп бара жатыр дейді. Соған қарапты да, енді біраз жүрген кезде алдынан үлкен су шықты. Тышқан қараса, бас аяғы көрінбейтін океан дейді, мұхит. Тоқта қапты. Түйе кепті да, не болды тышқан ей депті. Сөйтсе айтқан екен, мен мынадан өте алмаймын, су ағызып кетті десе. Бұл кішкентай ғана су ғой деп, түйе аяғымен шолп өтсе, кішкентай ғана жол екен. Яғни, сол тәкаппарланған тышқанға, су үлкен көрінсе, тышқаннан да үлкен түйеге ол кешіп өтіп кететін су болған екен. Ғұламалар айтады, тәкаппар адам құс сияқты дейді. Құстар сияқты дейді.
Құс көтерілген сайын өзі не сезеді? Бізде кішкене ақша түссе, киіміміз жақсы бренд болса, жағдайың жақсы болса, не болады? Походкамыз өзгереді, жүрісіміз өзгеріп, былқылдап, құтырып шығамыз. Адам құс сияқты деп көтеріледі деген екен. Ал көтерілген сайын төмендегі адамдарға бұл құс қалай көрінеді? Аспанда құс кішкентай ғана болып көрінеді, кішкентай ғана пүфте мыжып өлтіріп қоятындай дәрежеде. Ал ол ұшқан сайын ол ойлайды, мен биікте тұрмын деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ол ең төмені майданың майдасы болып қалар екен. Сондықтан құрметті ағайындар, Алла субханала ва тағала сізбен біздің жүрегімізден сол тәкаппарлықты алып тастасын деп сұраңыздар. Сол тәкаппарлық болып бара жатса, өзіңізді сәл төмен түсіруге тырысыңыз. Қарапайымдыққа, кішіпейілдікке келіңіз. Енді оның емін Құда қаласа айтамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассалам, біздің пайғамбарымыз бүкіл пайғамбарлардан несімен артық болды? Пайғамбарымыз алейхиссалам Ибрахим пайғамбарға Аллах Тағала сұрапты Ибрахимнен, сен кімсің депті. Ибрахим алейхиссалам ойланбастан айтады, мен Халимулла, саған жақынмын деп. Сен жақын пайғамбар, досыңмын, жақыныңмын депті. Мұса алейхиссалам сұрапты, я Мұса, сен кімсің депті. Мұса пайғамбар айтты, ана каламулла, мен сенің сөзіңмен семен сөйлесетін пайғамбармын, анау мынау емеспін депті. Иса алейхиссаламнан сұрапты, ей Иса, сен кімсің десе, ана рухулла, мен Алланың рухымын, әкесіз туылған, Алланың әмірімен бұйырылып туылған бір ерекше жанмын деді. Енді Мұхаммад алейхиссаламға кезек жетті сізбен біздің пайғамбарымызға. Сен кімсің деп сұрағанда пайғамбарымыздан, мен сенің Алла әлсіз, әлжуаз құлыңмын, әрі пендеңмін деп айтты. Дүниесі менен ақыретіне сондай дәреже берілген адам, мен сенің құлыңмын, әрі сенің әлжуаз пендеңмін деп жауап берді. Сондықтан Алла субханала ва тағала адамдағы ең жақсы көрген қасиет бұл қарапайымдылық. Өкінішке орай, мына экономикалық жағдайымызға пайғамбарымыз алейхиссалам айтқанда, әрбір үмбеттің бәлесі болады, менің үмбетімнің бәлесі дүние болады деп, қолы кішкене дүниеге жеткен, басқасын қояқына мектептің өзінен, кішкентай бала кезінен барлыққа тәрбиелеп, басқаларды өзінен төмен көріп, мен мына видеоларымда таратылып жатқан көп, осы Инстаграм мен ТикТокта тұрған видеолардың көбінде әулие деп кімді айтамыз дегенде, бекерден бекер мектептегі пол жуатын аналарымызды, апай қарындастарымызды әулиелікке бекер теңеген жоқпын. Ұрлық қылмай, жезөкшелікке түспей, арақтың артына түспей, ерінің бетін алмай, 60.000 теңгенің көлемінде барып, мыңдаған баланың аяғының астын жуып, директор мен завуштардан сөз естіп, соның пойының аяғын астын жуып жүрген кішкентай белі, қазақ айтпақшы, бесіктен шықпаған балалар сол кісіні адам орнына көрмейтін бәріміз білеміз. Бір кішкентай ғана бір сасық дүние өлсең қалып қалады, тартып алады. Сен мықты болған үйімізге мақтанатын болсақ, үйің айдалада біреу ие болатын сол дүниеге бізді тесіп баратқан сол бір сасық дүние түптің түбінде басымызға бәле болып жабысып, тәкаппарлыққа алып баратын үлкен бір біздің басты қателігіміздің бірі болып табылады. Бұдан еңбек етпе, кәсіп етпе деген мәселе емес. Bir жерде бір 5-10 минут отырсаңыз бір жерге, әшейін жерді бүйтіп қарайсыздар, шаң жоқ па, отыра кетесіз. Егер ол жерде бір 1-2 сағат отыратын болсаңыз, астымнан сіз өтпесін деп, бір кардон, бір нәрсені, ағашты, шөп бір нәрсе төсейсіз. Ал енді біраз уақыт тұратын болсаңыз, жылылап палатка әйтеуір бір қонатын жер дайындайсыз. Мұны сол сияқты біздің өзі тұратын өміріміз қысқа ғана уақыт. Мейлі 100-ге барарсың арбасы. Одан аспайтынымыз анық. Не 120-ға барасың мейлі. Жемейтінді жеп, ішпейтінді ішіп, керемет витаминді жеп 120-ға барасың. 120-ға барсаң да түбі өлесің ғой бәрібір. Сол өлген кезде баратын жеріміз қараңғы қабір. Сол қабірде бай манаптар өлсе, 6 метр бұлай, 7 метр бұлай ғып қазып, бұны алай-бұлай жерлеуге болмайды. Бұны қымбат-қымбат костюмдермен жерлеу керек, қымбат-қымбат Порш машинасымен жерлеу керек, бұның қымбат жеріне жерлеу керек демейміз. Үйімізде 3 күн жатуға мұршамыз жетпейді. 3 күн жатқызбайды біз ешқайсымызды. Иісіміз сасық шыққандықтан
мынау кешегі бетін сүйіп, қолын сүйіп, қызметін жасап, аяғына бүйтіп жығылып жүргендер үйден сасық мына денені алып кет деп үйден итеріп, балаңыздың өзі үйден шығарып тастайды сізбемізді. 3 күн жатуға абыройымыз жетпейді. Өзіңнің әкесі өзің соққан үй ғой, үйде бір 6 сағат жатсын, 6 күн жатсын десең, жатқыздырмайды ешқайсымызды. Бұл деген сөз әркім өзінің өміріне жететіндей кәсіп етіп, ең сол кәсіпте біреуді кемсі тәкаппарлық не деп ғұламалардан сұрағанда, өзінен біреуді кем көру деген екен. Өзінен біреуді төмен көру бұл тәкаппарлықтың басы деген екен. Тәкаппарлық өзіңнен жоқ, қай жағынан болса да, дүние жағынан болсын, білім жағынан болсын, біреудің сөзіне мысқылдап, біреудің ісін мысқылдап, кейде жасыратыны жоқ, мынау тиктокта немесе инстаграмда отырып алып кездеседі кейде дін оқығандар, өзінше бір 2-3 хадис оқығандар, кейде мен әріптестерімнің ішінде де кездесетіндері бар, шұқып, мені сөз сұрап, прикол қойып, әртүрлі адам бар. Соларға қайран қалам. Қияметте сонда біреу білмегенді біреу білер, біреу жыласа біреу күлер. Сондықтан бұл өмір өткінші ғана өмір. Менің Хазірет Лұқман әкім мінберде тұрып уағыз айтып тұрған кезінде біреу бір қарапайым сұрақ қоя салды. Сонда Лұқман әкім бұл сұған жауабын бере алмағанда, сонда әлгім тістеп тұрып, Лұқман, сен бұны білмесең, мынандай мінберге нәп шығып алғансың жоғары қарай дегенде, мен білгеніммен шығып тұрмын. Егер білмегеніммен көтерілетін болсам, аспанға шығып кетер едім деген екен. Сондықтан біз қателігіміз бойымыздан асатын дүние. Жердің бетінен бастап аспанға жететін күнәларымыз бар. Бірақ оны Алла өзі жасырсын деп Құдайдан ғана үміт еткенбіз. Сол білімімізді қолымызды бір-бірімізге үйретіп, я Алла тәкаппарлықтан сақта, жүрісімізге салма, жүрегімізге салма деп тілейміз. Бұл Аллах Тағала барлық ағза мүшеге суық тиеді. Барлық ағза мүшеге, құлаққа суық тиеді, көзге суық тиеді, мұрынға суық тиеді, гайморит боласың, көзге шықса жаңағы қазақтар айтпақшы жаңағы теріскен шығады, әйтеуір не көріп, ауру көп, аяқтан сыз өтеді. Жер бетінде адам ағзасында суық тимейтін жалғыз ғана мүше бар екен, суымайтын. Ол адамның жүрегі екен. Адамның жүрегіне суық кірмейді. Тек қана жүрек бір нәрседен ғана ауыр алады, осы тәкаппарлықтан ауырып жүрекке кесел жетеді. Сол жүрекке қазақ жақсы айтқан, құлақтан кірген суық сөз жүрекке барып мұз болады дейді. Сол құлақтан кірген нәрсе мұз болып, жүрек тәкаппарланып, жүрек біреуді менсінбей, өзінен жоғары көргенде жүрек ауру кеселге ұшырайды. Өзінен басқаны төмен көре бастайды. Алла Субханала Тағаланың елшісі Расулаллах алейхиссалату вассалам, адамда бір жұдырық, бір ет бар деді. Осы жұдырықта ет жақсы болса, онда адам жақсы болады. Осы жұдырықта ет жаман болса, онда адам жаман болады деді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға «Мән тауадда алиллах, рафаахуллах». Кімде-кім өзін төмен қойса, кішіпейіл болса, қарапайым болса, рафаахуллах, Алла оны көтере береді. Мән кәна, кімде-кім такаббара, өзін такаппарланса, ваддаахуллах, Алла оны төмен түсіре береді. Уақытысында такаппар болып, елді қанап, зұлымдыққа жеткен басшыларды кейінгі үрімбұтақ мақтағанын көрдіңіздер ме? Ал енді біреуді төмен бассаңыз, ол кейін сіздің үстіңізге басшы болып, бастық болып, оны қойшы, оның баласы мен сенің қызың бір-біріне ғашық болып, ертең бет көрісемейтін құда болып қалсаң не болдың? Ондай оқиға өмірде көп болған. Билал, ең бірінші дініміздегі азан айтқан адамның біреуі Билал радиаллаху анху, Алла ол кісі риза болсын. Билал кеше қой баққан құл еді. Сұрауы жоқ, өлтіріп тастаса, өлтіріп тастауға жеткізген Абу Жахилдің құлы болған. Сол құл Алла Тағала жүрегіне иман беріп, жүрегін ерітіп, не болды? Исламды айтты, исламға келді. Исламға келді, ең бірінші Аллаху Акбар деген сөзді айту керек болды, азанды. Азанды қай жерде айтты? Қазіргі біз барып тәу етіп жүрген, Алланың қажылығын орнап жүрген Қаратас Қағбаның үстіне шығып айтты. Қаратас Қағбаның үстіне шығып айтты. Бұл не деген ғажап дүние десеңізші, ел барып сол жерде тауаф еткен Қағбаның үстіне шығып азан айту, бұл қандай ұлық нәрсе.
Сонда Білал үстіне шыға алмағанда атақты Абу Бәкір мен Омар екеуі иығын қойды. Иығына аяғымен бас тұрып қап-қара негір Қағбаның үстіне шығып азан айтты. Сонда исламға жаңадан келген сол жерде бір-екі бақуатты бір байлар отырды. Бір-біріне айтты дейді, менің әкем өліп еді депті. Не болыпты десе, өлгені жақсы болды деп. Неге? Мына негірдің мынаның үстіне шыққанда көргенде итак өліп қалар еді депті. Бұлай да бұлай өліп қалар еді. Олар негірді адам орнына көрмеген, тәкаппарлық сондай дәрежеде болған, құлдарды адам орнына көрмеген. Алла тағала сол теңдікті қою үшін әдейілеп пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға кешегі домалап жатқан Билалды көтеріп, оны жай тұрғызып айтқызбай, Қағбаның үстіне шығарып, бәрі сыйынған Қағбаға барып сол жерде құлшылық жасап Қағбаның үстіне шығарып, Аллаху акбар деп айтқызуы, бұл керемет бір елеулі уақиға болды. Сондықтан, құрметті бауырлар, сіздің жүрегіңізде тәкаппарлық болса, оны жеңуге тырысыңыз. Тәкаппарлық, мен жеттім, мен толдым, мен болдым десең, не балаңмен мақтанасың ба? Балаңмен? Дәуіттің 30 ұлын бір-ақ күнде алған Алла тағалаға сіздің балаңыз проблема болып па не? Даңғыраған үйіңіз бен квартираңыз жер сілкінсе, сол плитаның астына басылып өліп қаласың. Соған мақтанасың ба? Халқымызда жақсы сөз бар. Бай мақтанса бір жұрттық дейді. Батыр мақтанса бір оқтық дейді. Шекесіне мылтық қойыпты баспасаң өледі де қалады, болды, бітті шаруасы. Қандай батыр болмақ, бітті шаруаң. Бай дүниесімен мақтанса не болады? Бір жұттық, бір жұт болғанда шаруаң бітеді сенің. Малың қырылып өледі, нөлден нөл болып қаласың. Нөлден нөл болып қаласың. Ассалам алейкумге ешкім келмейді саған. Ойлайтын шығарсың, тағым абыройым талайды. Бір үлкен атамыз, діндар атамыз, Алланы таныған атамыз, алтын басын сәждеге қойған атамыз айтқан еді. Менің нағашы атам. Мен мешіттен барып намаз оқыдым. Мешіттен шығып көшеден келе жатсам, қасымда бұрынғы әкім райкомның бастығы қасыма келді. Ой, молдеке деп, ассалам алейкум. Екеуміз тұр едік, қасымызда өтіп бара жатқан кісілер, о, молдеке деп маған сәлем берді. Бұрынғы бастық болған адамға ассалам алейкум деп айтпады. Неге? Сөйтсе адамның жүректерін суытқан. Елдің өзі адамның жүрегін суытудан артық жер бетінде күнә жоқ. Мынау не үшін үш нәрсемен ойнама дейді. Неке, талақ, одан айтақ, құлды азат ету. Өйткені үшеуінде адамның көңілі тұр. Адамның көңілін бұзған, тәкаппар болып адамды ренжіткен, тәкаппар болып оның жүрегіне жаман із қалдыру, бұл ең ауыр күнәлар, жаңа тәкаппарлықтың маңайындағы, атырапындағы күнәларға салады. Неге? Өйткені сен менсінбегендігің болады. Адамның жүрегінде жақсы нәрсе қалдырудың ғұламаларымыз 4 техникасын айтады. Адам сені жақсы көру үшін 4 нәрсе істеңдер дейді. Бұл әйелдерге қатысты, күйеулеріңіз жақсы көру үшін. Бұл күйеулерге қатысты, әйелдерің сені жақсы көру үшін. Бұл бауырларға қатысты, бір-бірін жақсы көру үшін. Бұл достарға қатысты, бір-бірімен жақсы араласу үшін. 4 нәрсе істеңіздер. Біріншісі, ашфус сәлем. Бір-бірлеріңе сәлем беріңіздер дейді. Үйге кіргенде де, еркек адамсың ғой, ассалаум алейкум деп кірсеш, үйде адам болса да болмаса да. Дауыстап, жария айтып, сен үйдің хозяйыны, үйдің иесі, үйдің отағасы, анасы кірсе де, отанамыз кірсе де, ассалаум алейкум деп дауыстап кірсең, үйде келін, қыз, балаң, барлығы дәрежесіне қарамай ма? Пайғамбарымыз алейхиссаламға біреу келіп, мен жәннетке барудың ең қысқа жолы маған үйрет дегенде, сәлем берді. Бұл адам таң қалып, сәлемде тұрған не бар? Қой, дұрыс түсінбеген шығар деп, тағы келіп сұрағанда, тағы да сәлем берді. Қазақ айтады, сәлем түзелсе, әлем түзеледі. Бізді ортамызды бұзып атқан осы сәлем. Ана тойларда тос сөйлейтін тостарды көрсеңіз, бәрі не айтады? Ана кластастар бір-біріне, достар не айтады? Сәлеміміз дұрыс болсын дейді. Бәріміз айтады сол. Бірақ сөйтеді, ешқайсының сәлемдері дұрыс болмайды. Неге? Өйткені сәлем сен бірінші бер, мен бірінші бер. Сәлем адамның жүрегіне тәкаппарлық кірмеудің номер бірінші техникасы бұл сәлемді бірінші беру. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәләм
Бүкіл кішкентай балаларға ассаламу алейкум деп өзі бірінші сәлем берген. 61 жастағы адамның 5 жас, 6 жастағы балаға сәлем берген елестеп көріңізші, өзі қалай өзі. Біздің жүрегіміз жарылып кетер өзімізден. Көп емес, 3 жас төмен кіші, 3 класс, 1 класс деп айта берейінші. 1 класс, 1 сынып төмен оқыған біреуге сәлем берсек, жүрегіміз жарылып кетеді біздің. Өкпеміз жарылып, сәлем берерміз, бірақ өлтіріп қоямыз оны сол жерде. Не сәлем бермейсің, неге бүйтпейсің деп. Мынау иман мәселесімен болу керек бұл нәрсе. Ал енді қараңыз, мұсылман емес мемлекеттер бар. Қазір өркендеген, дамыған Япония, Корея, Европа, қайсысын алсаңыз да. Сол мемлекеттердің тәрбие техникасында, Дейл Карнегиде болсын, немесе жаңағы Фрейдтің, психологтардың техникасында баламен сөйлесудің техника, оларда енді иман, дін жоқ қой. Сол үшін оларда психологиялық, мен маман ретінде айтып отырмын, психологияда баламен сөйлесу үшін баланы тұрған кезде сөйлескен әке бүйтіп отырып балаға бүйтіп қарайды. Бала үстінен бүйтіп қарап сөйлейді. Сонда баланың өзінің дәрежесі сезіліп, мен мынау сөзімді тыңдап отыр екен ғой, мынау мені кішкене төмен екеп жатырмын ғой деп балаға сөйтіп сөйлейді. Сонда ережесі бар. Адамды тыңдатудың өзінің бір ережесінің біреуі сол. Сәлем арқылы, яғни кішкене жоғарыдан сөйлесе, адам ана төменге, оны кімге істейді? Балаға істейді. Өйткені балаң, бізде қалай? Бізде сол баланы біз төбесінен қарап тұрамыз. Төбесінен қарап, бала басын көтеруге құдіреті жоқ. Сүмірейген күйде сүмірейіп, сол күйде сүмірейіп, қасына бір әйел тауып, сол әйелмен кетіп қалатын себебі сол. Содан кейін ата-аналар имам молдаларға, психологқа барып жаңағы балам қарамайды, сен өйткені оның қақ төбесінен қарағасың. Сен дінмен қарауың керек еді. Жақсы, енді дінмен қарай алмапсың. Ең болмаса көзбен көз қарадың ба? Көзбен көзді қарамадың. Сен төбеден оқырайып қарағаның үшін оның көзі төмен түсіп, сол төменнен кетті. Сондықтан балаларымызбен сөйлескенде осы жоғарыдан балаға бірінші болып сәлем бере беріңіз. Мен ода біздің анау беліңіз үзіліп кетеді, бізде бірінші сәлем беретін болса. Жоқ, ассаламу алейкум деп сәлем бере беріңіз. Кішкентай болсын, үлкен болсын, жауап берсін, жауап бермесін. Ассаламу алейкум деп бірінші сәлем бере беріңіз. Жауап бермей қойса, сіздің барлықтарыңызға періште жауап береді сіздерге. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, періште жауап береді. Адамның жүрегіне екінші жол табатын нәрсе тахабу, сыйлық беріңіздер деді. Бір-біріңізге сыйлық. Біз сыйлық береміз 8 март, жаңа тағаны Валентин күні, туған күні, өлген күні міне біздің беретіндеріміз. Жоқ, әшейінде себепсізден себепсіз, орыстар без повода дейді ғой, себепсізден әйелдеріңізге гүл беріңіздер, жақсы сөз айтыңыздар, шоколад беріңіздер, семьяға, балаларыңызға сыйлық. Бізде күтіп отыратын бір күн болу керек, дата күн. Бұл дата дұрыс емес. Біз өлгенде де дата қоюымыз дұрыс емес шариғат бойынша, тірінің де датасын қоюымыз дұрыс емес деп осыда. Өйткені біздің аналарымыз, әкелеріміз, бауырларымыз, жақындарымыз, жұбайларымыз, бізге кім тиесілі, солар белгілі күнді күтпей, сізден сюрприз күткен күйде өмір сүру керек. Әр әкеніңіз сюрпризге айлану керек сіздің. Мәселе бүйтіп бере салу емес. Мәселе бере салу емес. Кішкентай ғана нәрсені берсеңіз де, соған беріңіз. Бере беріңіз. Ана шоколадтарды біз ана қонаққа барғанда шоколад алып барамыз. Оның өзінде қарап, сроғы өтіп кетпеген бе, соны қарап береміз. Сроғы өткен шоколадты бізде тек қана молдаға береді. Молдан пакетіне салып жібереді, болды. Қайтып келмейді, ол жоқ қояды аяқта. Жейме. Соны чапандар бар, көйлек екеуі жыртық-пыртық қайтып айналып келе беретін. Соны молдаға бере салады бізде. Молда алып кете береді. Ашып қараймайды ғой елдің алдында. Бұл қанағатсыз молда, бұл қарын тоймайтын молда, бұл ақша сұрайтын молда деп оны жеп қоямыз біз. Жүрек көзін ойып аламыз. Сол үшін обаяқсы қалтырап діріліп үйде отырғанда пакетін алғанда мәз болып қашатын себебі сол. Не берді екен деп. Тахабу. Үшіншісі, жылы сөз. Жақсы сөз айту үйрену керек. Мына жақсы сөз дегенде мақтау емес. Біздікілер өтіріктен мақтай берсеңіз, мен өзім мақтай берсем, мен кербезден құлап қаламын, артқа крестамен чалынып құлап қаламын. Жоқ, комплимент дейді ғой. Бар нәрсені айт. Бар нәрсені айт. Сөзің дұрыс, жақсы түсіндіре аласың. Мындайсың, әйелің айт, бауырларың айт, туыстарың айт, атанаң айт, ерің айт. Осы комплимент бізде жоқ.
Біз комплиментіз, бізде мынау мысқылдау, орысша прикол дейді, бізде мысқылдау бар. Көйлек киіп алсаң, семіріп кеткенсің ба, арықтап кеткенсің ба, не түрің өзгеріп кеткен, не бір жаққа барайын деп жатсың ба, жоқ қызға қырындай деп жатсың ба. Бізде тиісу. Ағайындардың ішінде де оңбаған осындай қылықтар бар бізде. Біз басқа біреуге комплимент айтқанға мәзбіз, бастықтарға комплимент айтқанға мәзбіз. Өзіміздің жақынымыз, туысымыз, семенен төсегін бөліскен, семенен қанын бөліскен бауырыңа, семенен дүниеге келтірген ата-анаңа комплимент айту бізде ол өлімнен ары нәрсе ғой. Өлімнен ары нәрсе. Көп адамдарға, бәріңізге емес, көп адамдарға. Келесі төртінші нәрсе артынан дұға қылу. Бетіне қатырамыз. Саған ұзақ өмір берсін, оны емес, сыртынан айт. Ол жоқ кезде Аллаға айтсаң, Алла оның жүрегіне жалылық салатта, сені көрген кезде, ана біздікілер сені көргенде саған иіледі. Біздікілер өйтпейді. Еңкейіп сәлем берсем мені жақсы көреді деп ойлайды. Бетін сүйсем жақсы көреді деп ойлайды. Жоқ, сені жек көрген үстін жек көреді ол. Ұнатпайды сені. Неге? Сүйгенде сен микроб алып келесің, коронавирус алып келеді деп есептейді. А не үшін бізде? Сол үшін сыртынан дұға қылуды үйренейік. Адамның сыртынан, я Алла, соған ұзақ өмір бер. Өзің жақсы көрген нәрсені басқаға тіледі. Біздің осы төрт нәрсе оқығандарымыздың өзінде жетпейді. Такаппарланып, мен 11 жыл Сирияда оқыдым, ана 17 жыл Египетте оқыдым, әлі саусағын үшін беріп, кербезденіп қалатындар бар. Ананың жамағаты, мынаның жамағатын құрам. Ұзаққа бармайсың. Бұл дүниеде жақсы болатын шығарсың, бірақ қияметің оңбайды. Сондықтан Алла субханала ва тағала, құрметті ағайындар, мына тәкаппарлықты төмен басқан адамға Құдай тағала жүрегіне осы бір жақсы қасиеттерді өзі бере бастайды. Сізге дұға қыла бастайды елдің бәрі. Сондықтан Алла субханала ва тағала, біз тәкаппар болсақ, Құдай беріп тұрған нәсібеден ажырап қалады екенбіз. Алла тағала тәкаппарлықтың себебімен аузыңа түсейін деп тұрған нәсібе сенен алып қояды. Бұл Құдай алып қояды, өзіңде соған кесір болып, кесіріңнен ажырап қаласың. Осыған бір мысал келтіріп берейін. Екі қыз болады. Екі қыз. Кішкентай кезінде бірге ойнайды. Кейінірек өсе бастағанда дүниенің дәмін білген кезде кедей қыз бен бай қыз деп айта берейін. Кедей қыз бен бай қыздың ортасы бөлінеді. Уақыт өтеді, замандар өтеді, қыздар бой жетеді. Бой жеткен күні, бір күні бай қыздың әкесі өледі. Бай қыздың әкесі өлгеннен кейін көп болса бір күн жылайды, жыласа да жүр, жыламаса жыламайды. Жерлейді, жерлегеннен кейін ол ары қарай қыз, ол өзінің өмірі, әкеден қалған мирасы жеткілікті, рахат өмір кеше бастайды. Күнде қыдыр, күнде вечер дегендей. Сөйтіп өмір өтіп жатқанда, кедей қыз өмірінде бірінші рет бай қыздың үйінің есігін қағады. Қыз өзі шығады, қараса, көршінің кедей қызы. Не болды, не керек дейді. Аман жоқ, сәлем жоқ, не керек дейді. Кедей қыз айтады, осы оқиға жақсылап тыңдаңыздар. Кедей қыз айтады, менің әкем сізде шаруасы бар. Саған келсінші деп жатыр депті. Сөйтсе ана кішкентай, қазақ айтпақшы, мұрны мына жерде тұрған қыз мұрнын шүйіріп, ей, сен кімге айтып тұрсың депті. Сен білесің ба, мен кіммін? Сені әкем шақырып, мен емес, әкем шақырып жатыр десе, не қылайын депті. Не қылайын? Сенде бір сүмірейген біреусіңдер. Біз болса байымыз депті. Біз бақуаттымыз. Әкеңнің шаруасы болса менде, өзгесін маған депті. Қыз үндемей бұрылып кетіп қалады. Ертесі күні тағы келеді. Осы оқиға қаттырақ қайталанады. Үшінші күні келгенде әкем ауырып жатыр дейді, сізге келе алмайды дейді, сіз түсінсеңізші деген кезде, енді ауырса ауырып, одан ары маған да сөйлеп қалсын, менде шаруам бар дегенде, қыз былай деп айтты. Әкем айтты, сіздің әкеңіз қайтыс болатын кезде, бір жерге көп алтынды қазып көміп қойған екен. Сол алтынның қайда көмген, сен кішкентай болғанда аманат қылып менің әкеме айтқан екен. Менің әкем соны өліп, ол да ауырып өлейін деп жатыр, сол өліп қалмай тұрып саған айтқысы кеп тұр. Сен барып біліп алмайсың ба дегенде, қыз ана алтын дегенде есі алып қалады ғой бәрінің. Жүгірді дейді ғой, жаңағы кедейдің үйіне. Жүгірген үйде жүгіріп барып кірсе, бағанағы кедей байқұс сол жерде ла илаха иллаллах деп ең соңғы сөзбен өліп кеткен екен. Сонда қыз басын ұрды дейді ғой.
Әй, сорлымай, сорлбасымай, 3 күн бұрын келмейін бе, 3 күн бұрын келгенде сөйлеп атты ғой мынау, айтатын еді ғой әкімнің қайда берген деп, сол рызық нәсібеден айырылып қалды деген оқиға айтылады. Сондықтан, құрметті ағайындар, осы тәкаппарлық бұл дүниеде рызық нәсібемізді кемітіп, бұл дүниеде ісіміздің жүргізбеуіне бірден бір себеп болады. Қазақта ең жаман бір бата бар, сөз бар. Кедейдің кімінен сақта дейді? Кербезінен сақта дейді. Өзі кедей, түгі жоқ өзі. Соның өзді кербең-кердең басатындарға таң қаласыз. Ананыкенді сасық дүние, а сенікі не көтеріп тұр? Бос жел көтеріп тұр. Ол да өлсе түгі жоқ оның. Ана бір бай, бір кедейге айтты дейді ғой. Мен баймын десе, анау да деді, мен сенен өткен баймын депті. Қандай менен өткен байсың десе, мен ұйықтағанда түсімде не бір алтын, не бір бриллиант, не бір сарайлардың ішінде жүрем. Түс көргенде десе, ана бай күліпті. Ей сорлай, түс деген не, өң деген не? Оянғанда түк жоқ қой депті. Мына оянғанда бітті ғой, түсің бітті ғой десе, бағана кедей айтады дейді ғой, сен де көзіңді жұмсаң бітті ғой шаруа депті. Мен көзімді ашқанда бітеді менікі депті. Сенікі көзіңді жұмғанда бітеді деген. Сондықтан, құрметті ағайындар, Алла субхана ва тағала сіз бен бізге хақиқи нәрсе бұл тәкаппарлықты жүректе кіргізбеуге қам жасаудың ең бірінші мәселесі. Хазірет Али радиаллаху анху. Хазірет Али радиаллаху анхуға біреу келді да, қазір осы сұрақты маған елдің бәрі сұрайды, соны Хазірет Алиге сұраған. 1450 жыл бұрын сұралған сұрақ. Сол 1015 ғасырдан бері қарай келе жатыр. Қандай сұрақ? Мен қанша дүние жұмыс істесем де, маған береке жоқ. Тапқан ақшам маған сіңбейді, жоқ болып кетіп жатыр. Түскендей жоқ болып кетіп жатыр. Бұл неден болып жатыр деп бәрін сұрайсыздар ғой. Жұмыс істеймін, береке жоқ. Ақша табам, береке жоқ деп Хазірет Али пайғамбарымыздың күйеу баласынан, ең қасындағы жақын болған адамнан сұраған екен. Сонда Хазірет Али каррамаллаху ваджху былай деп айтты. Сенде мына нәрсе бар ма деп айтты. Сен біреудің жазатын болсаң, біреудің қаламмен жазасың ба деп айтты, біреудің ручкасымен. Өйткені Хазірет Али өте сауатты болған, өте білімдар кісі болған. Сонда ана келген адам айтты, сен біреудің қаламмен жазасың ба, мына пайдалансың ба деп айтты. Әлгі адам ойланып, жоқ деп айтты. Жоқ. Яғни біреудікін алсаң, біреудікін бер деген сөз. Біреудікін тартып алып, қолданып жүрсең, саған ешқашан береке қонбайды. Бұл бірінші сұрақ, бірінші мәселе. Екінші айтты, сен бір ғалым, білімді, имам, молда, ұстаз, солардың алдына шығып, көлденең кесіп, оларды мазақтап, оларды түртіп, оларға прикол ұстап, сондай бір тиіскен уақиғаларың бар ма еді десе, ана кісі ойланып тұрып, жоқ, мен ешқандай ғалымға сөз сөйлемеймін, ешқандай оны түппеймін, қатесі болса айтам, бірақ мен оны келемеждемеймін, мен оны мазақтамаймын, елдің алдына абыройын түсірмеймін деп айтты дейді. Бұл да жоқ. Үшіншісі деп айтты дейді, онда сен таң намазда ұйықтап қаласың ба деп айтты. Таң намаздан кейін ұйықтайсың ба? Таң намазды оқып алып, күн шыққанда ұйықтайсың ба дегенде, әлгі кісі тұрып, иә деп айтты. Иә деп айтты. Міне, қараңыз. Бағанағы біреудің, жаңағы енді бұл ұйықтағандарға, біреудің затын тартып алып жүргендер, өктемдік жасап, біреудің затын тартып тәкаппарлық алып алған адам, билікке, сотқа, прокурорға, тағы бір құқық қорғау органдарына, көкесіне сеніп, ағасына сеніп, зорлық жасап тартып алғандар, түптің түбі, иншалла, ақысын Аллах тағала алып береді. Көп күтпейсіз, алдыңызға алып береді. Ол сөзсіз алып береді. Сондықтан, бұл дүниеде қорлықтақ болатын шығар, бұл дүниеде қиыншылықпен өтетін шығар, бірақ біздің үмітімізде қиямет бар. Сол қияметте өш алынады. Сөзсіз алынады. Бұл дүниеде сен жеңетін шығарсың, бірақ қияметте ол сен жеңеді. Кімдікі мәңгірек болады, кімге ұзақ болады, Алла оны көрсетеді. Сондықтан, құрметті ағайындар, Аллах Тағала тарихта тәкаппардың тәкаппары болған, номер бірінші тәкаппар болған, ол адамзаттан Мұса пайғамбардың тұсында Фирғаун деген патша болған. Фирғаун деген болған.
Сол дүниедегі тәкаппардың бірі осы Фирауын өзін құдаймын деген. Өзін құдаймын деп тәкаппарланып жүрген. Енді осы тәкаппар бір күні әйелі Асия, жәннетке баратын 4 әйелдің біреуі Асия. Осы Асия екеуі бір қалжыңдап бір ойын ойнады дейді. Шахмат па, домино ма, бір нәрсе ойнады, сүйек па, бір нәрсе ойнады. Соны спорға барып екеуі. Кім ұтылады, кім жеңіледі, сол киімін шешіп, сарайдың ішіне жалаңаш жүгіріп жүрсін депті. Екеуі пәсурет қолдырады. Фирауын мен құдаймын деген кісі әйелінен жеңіліп қалған екен. Әйелінен жеңіліп қалды. Сонда енді анау патша енді анау мынау емес, өзі құдаймын деген адам, бай адам. Әйеліне айтты, ей қатын, мен анау менің елдің бәрі құдай деп жүр ғой. Мен қазір шешініп жалаңаш жүрсем бітті ғой мынау. Шаруамен қой, мен саған ақша бере салайын. Ортақ екеуміз келісе салайық дегенде, әйелі өте иманды, жәннетке баратын әйел деп айттық қой. Сонда айтты, жоқ. Сен өзің құдаймын деп атсың ба деп айтты. Иә. Құдай болса құдайлар сөзінде тұрады деп айтты. Онда сен сөзінде тұр дегенде, анау намысына тиіп, жарайды деп киімін шешіп, бүкіл сарайда жүгіріп жүр дейді. Қызметкерлер, охрана, кухня барлығын аралап келгеннен кейін, өзі қартайған адамның алды салбырап, арты салбырап, мынаның бәрі былқ етіп қалады ғой. Күштің бәрі кеткен. Соны жалағаш жүргендегі бәрі өзі шал кез өзі. Соны көрген әскерлер әдейлеп жүргізді дейді. Асия анамыз не үшін? Бұның құдай емес, бұл әшейін бір сорлы тәкаппар екендігін көрсету үшін әдейлеп сол санақты жасады. Істі жасады. Сол үшін сіз тәкаппарлансаңыз, сұлулығыңыз ба сенген? Сенген сұлулығыңыз көп ұзамай, қанша жыл өтсе, не болады? Қанша жыл өткеннен кейін бетіңізде әжім түседі. Әжім түседі. Бейтіп тұрып, корейский косметиканы тартып тұрып жақсаң да, бәрібір әжім түседі. Өзі үш нәрсенің емі болмайды, соның біреу кәріліктің емі болмайды. Ол кәртересің. Крем жақ ба, липоксация жаса, мұнан бәрін жұлып алып тастаса, бәрібір қартаясың. Мұнан тартып қоятсаң, жыртылып, Синди Кроуфорд болып, бірақ бәрібір қартаясың, ешқайда бармайсың. Басқа жағын салбырайды, басқа жағын төмен түсіп қалады. Бәрібір Құдай сондай қылып жаратты адамды. Сол үшін сұлулықтың ең номер бірінші эталоны болған кісі тарихта кім? Юсуф алейхиссалам. Юсуф пайғамбар. Юсуф алейхиссалам сұлулықтың эталоны болған кісі. Нағыз біріншісі болған. Юсуф алейхиссалам сұлулықтың әдем болғанда бір күні айнаға қарап өзін. Айнаға көргенде бәріміз бір шикарный адам көреміз ғой ар жақтан. Қарағанда мұрны келіскен, бүйтіп айланып, керемет. Ол да сізбен біз сияқты оның сұлулығын ана қиссаларға сен қарасаңыз, сәбіз тураған әйелдер бүйтіп қолын турай берген дейді. Ана Юсуф алейхиссалам бетіне қарағанда. Сондай дәреже сұлу екен. Юсуф алейхиссалам сондай сұлумын деп өз-өзіне қарағанда бір ой кепті. Егер мен құл болсам депті, мендей адамды сатып алуға сұлуды жер бетінде ешкімнің ақшасы жетпейтін шығар деп ойлаған екен. Мені сатып алам десе біреу, ешкімнің күші жетпейді, ақша. Менің бриллиантым мен шығармын деп ойлаған ғой. Сонда Алла тағала Юсуф алейхиссаламның 11 бауыры болды. Сол 11 бауыры бұны құлдыққа сатып жіберді. Құлдыққа сатып жіберді. Сонда әр қайсына 22 тиынға сатты дейді. Әр қайсына 2 тиыннан жетті дейді. 22 тиын деген не ол? Соған әділеп бере салды. Не үшін? Бағанағы сұлулықтың эталонын төмен түсіру үшін, тәкаппарлықтан төмен түсіру үшін. Бүйтіп жер бетіне кердеңдеп жүреміз, бәріміз походкамызды өзгертіп кішкене. Сол біз аяғымызбен таптаған шөп, ертең күні біз өлгенде үстімізге бүйтіп тік қадалып тұрып өсіп шығатын болады. Сол шөпті жұлып тастауға біреуіміздің шамамыз келмей қалады. Біреуіміздің шамамыз келмей қалады. Бұл Алла тағаланың сізбен бізге қойған ғибраты. Бұндай уағыз тыңдау, құрметті, бұл нәпсіге ауыр. Қазір мынау тыңдап кіріп шығып, қойшы болсын деп бүйтіп отырған әңгімелер, бұл иманы күшті адам ғана тыңдай алады бұндай уағызды. Бұл тәкаппарлық нәрсе кез келген адамды сындыратын уағыз бұл. Бұл жай уағыз емес, адам бір прикол қосып сөйлейтін уағыз емес бұл. Бұны тыңдайтын иманы күшті адам ғана тыңдай алады бұны. Басқа адамдар бүйтіп өтіп кете береді бұны. Өтіп кете береді. Особенно мына қымбат телефон ұстап, қымбат киіп жүргендер бар ғой, бұны мұндайды қабылдай алмайды.
Өйткені олар ойлайды, осы шикарный өмірмен ана дүниеге шикарный өтіп кетемін деп ойлайды. Даже ойлайды шығар, ана дүниеге өтпеймін деп ойлайды олар. Олардың планында ажал жоқ. Осы тәкаппарлықпен Аллах Тағала айтады Құранда, сен қанша тәкаппарлансаң да бойыңменен тауға жетпейсің. Сен қанша жерді кедіріңдеп бассаң да жерді жарып жібермейсің. Деп Аллах Тағала тәкаппарларға ескертті. Тәкаппар болма деп ескертті. Аллах Тағала тәкаппар болса жарасады. Өйткені сізбен бізді жаратты. Жоқтан жаратты, сасық бір судан жаратылды. Киімге тиіп кетсе 7 рет жуу керек болған сасық судан жаратты Аллах Тағала. Сол Раббымыз, біздің Құдайымыз тәкаппарланса жарасатын еді. Бірақ өкінішке орай, сол Құдайдың тәкаппарлық киімін біз өзімізге киіп алған жағдайларымыз кездеседі. Әлбетте бұны шығару өте ауыр. Бұны жүректен шығару деген нәрсе, бір көп ұстаздар осы техниканы қолданған уақытысында. Бір байлар келіп, жаңағы мүфтилерге, имамдарға келіп, қазыларға келіп, мені бір құтырып бара жатырмын, не істейін, тәкаппарланып бара жатырмын дегенде, осы киіміңмен, осы мына әдемі ел танитын мына жердегі неңменен, бейджигіңмен, мына погоныңмен генералский көшеге шығып, ет, ішек қарын сат деген. Сасық ішек қарын сат деген. Сөйткен кезде, не үшін басқан? Жоқ, осын сайтты сат деген. Сөйтіп көшеге сатып сасықты жатса, сөйтіп келіп тұрып, осы нәрсе саған сабақ болсын дейді. Өйткені елдің бәрі қарайды. Қарайды. Қарасаңыз, тышқан мысықтан қорқады. Мысық иттен қорқады. Ит адамнан қорқады. Адам неден қорқады? Адам өлімнен қорқады. Адам қабірден қорқады. Әйтеуір қорқатын нәрсе бар бізде. Сондықтан, құрметті ағайындар, Алла Субханала Тағала сол барлық нәрсемізге, Аллах Тағала маған қалай келмеді деді, екі нәрсемен келмеді. Біреуі тәкаппарлықпен келмеді деді. Біреуі мұсылман болмай келмеді деді. Тәкаппарлығы жүрегінде болған адамда ода иман қасиет жоқ болар. Ана бет талтайып оқып, адам орнына көрмей, ассаламу алейкум дегенге жарымағандар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бағана айттым ғой, тәкаппарлықты жоятын номер бірінші іс. Енді байқаймыз, бәрімізде болады кейде. Сонда не үшін дегенде бірінші сәлем бер деді. Саған ешкім бірінші сәлем бермейді. Егер сен үлкенге де, кішіге де, ұлға да, әйелге де, кімге кездессең оған қарамай, қызметі бар, қызметі жоқ, жай адам, простой адам, кім болса болсын, сен бірінші сәлемдессең, онда сенде жүрегіңде тәкаппарлық жоқ деген сөз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сол үшін сәлемді бірінші берген. Сол үшін балаларға сөйлегенде отырып барып сәлем беріп, бетіне бетіп қараған. Ана бала кішкене өзін пайғамбардың алдында керемет сезінсін деген. Жетімнің алдына келгенде пайғамбарымыз отырған. Ана бет үстінен қарасын деген. Соған бір өмірлік стимул пайда болсын деген. Соған бір алдыға жетектейтін нәрсе пайда болсын деген. Мына сондықтан осы тәкаппарлық деген нәрсе сізбен біздің мына басымыздағы шашымызды тақырбас қып қырып алып тастағандағыдай құртатындай адамның иманын да сөйтіп жалтыраттап таза қылып тастайды. Жоқ қылып жібереді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисі қандай ауыр, жүрегінде зарра дейді, бір молекуладай тәкаппарлық болған адам. Мен қалай берем оған, мен сәлем бермеймін. Бергел берді, неге сәлем бермейді? Пайғамбарымыз алейхиссалам өзі барып сәлем берсе, біздің мықтылар айтады, не айтады? Мен де сөйтіп айтамын, жасыратын жоқ. Маған айтылар, мен өзіме айтып тұрмын мұны. Неге сәлем бермейсің дейміз? Бұл бәрімізге қатысты нәрсе. Сондықтан құрметті ағайындар, Алла Субханала Тағала осы нәрсені өле-өлгенше өзімізбен айналысып, осы тәкаппарлық деген нәрсені жүрегімізден шығарып тастаудың бірден бір үлкен жолы ол сәлем беру. Дүниеге қанша ұмтылсақ та ғалымдар айтады, қанша мұқтаж болсаң дейді, сонша жинай бер дейді. Одан бәрібір ажырайсың дейді. Аллаға қанша мұқтаж болсаң, сонша ғибадат қыл дейді. Тозаққа қанша шыдай алам десең, сонша тәкаппар бола бер дейді. Тозаққа қанша шыдай алам десең, сонша тәкаппар бола бер дейді. Кердеңдеп жүре бер. Шыдайтын болсаң жүре бер дейді. Сондықтан Алла Субханала Тағала, құрметті ағайындар, осы тәкаппарлық қолымыздан келгенше. Бізде тәкаппарлық қазіргі жастардың көбінде білімде болады. Білімде, мен бағана бекер айтқан жоқпын, ол қазіргі мынау академик, кандидат науқтарға да қатысты, PhD докторларға да қатысты, магистранттарға да қатысты, бакалаврларға да қатысты. Қазақ жақсы сөзбен айтқан. Данадан диплом сұрамайды деген. Данадан диплом сұрамайды дейді. Сенің қабат-қабат 4 дипломың болса да, 4 ауыз сөзді құрап жеткізе алмасаң, сенің дипломыңнан не пайда?
Сенің біләрмандығыңнан не пайда? Адамның жүректерін ашып, оған жол таба алмасаң, сенің дипломыңнан, сөзіңнен не пайда? Егер адамды диплом көтеріп бағатын болғанда, онда біздің декан, профессор, академик дегендер пари алмайтын еді, взяткамен ұсталып түрмеге тоғытылмайтын еді. Егер оларды диплом асырағанда. Демек, адамда осы асырайтын нәрсе зікір, Алланы тану, ойланып пікір ету, күнәдан қашу, тәкаппарлықтан бойды шығару. Ана жүрістер өзгеріп қалатындар, білімдімін, мен сондай білімдімін дегендерге қатысты нәрсе. Сұлулығың, бағана айттым, сұлулығың ол да кетеді. Байлығың сен өлгенде талап алады. Мен имам молдамын ғой, менен сұрай беріңіз, мен айтып бере беремін. Тола практикамда, тәжірибемде былай. Өлгеннен кейін үйіне таласып, өздеріңізді қазір көріп жатсыздар, қазір жаңалық болмай қалды. Соттың алдында жүрген қазақ, соттасып жүрген қазақ, таласып, мирасқа таласып жүрген кім? Қазақ. Бай болса, бәріміз соған ауып кетеміз. Жаңаға менің інім бар, Бауыржан Әлиұлы айтқандай, ана басынан неше түрлі иш шығып жүреді дегендер, ана басын тықпайтын жерге тығып, әбден басын састып алғандар бар. Сол айтқандай, бұл жағымпаздалықпен өткен, байлыққа жағымпаздық өткен, ол байлықтан Аллах алып қояды одан. Сонда кімге барып тірелесің сен? Кімге барды? Сол үшін жағымпазыны ол Аллаға ғана лайықты болады. Аллаға лайықты болады. Адамға айтты, оған комплимент айтуға болады. Ой, Басеке, киімің жақсы екен, анау екен, мынау екен, осы сен мақсыз десеп айтсаң болатын шығар енді белгілі бір нәрседе. Бардың жақсылығын айт, нұр тасысын деген халықпыз, жаманның жаманын айт, құты қашсын деген халықпыз. Ал енді тым шекарадан асып кетіп, оны төбеңе шығарып жіберудің ақыры жақсылық емес. Ал енді бай болма деген сөз емес, бай болыңыз, байлыққа ұмтылыңыз, байлықтың дұғасын оқыңыз, Құдай сізге берсін, бірақ байлықты Құдайдан сұраңыз. Сол байлық сені тәкаппарлыққа апармасын. Сол байлық сені өзіңнен төмен біреуді көруге алып бармасын. Және байлық жүрегіңе кіріп кетпесін, ол қолыңда болсын. Жағдай жоқтарға жәрдем беретін боласаң, сен байлықтың байлығы сол болады саған. Нағыз Алла риза болатын хал болады. Екінші, тәкаппарлық мына сорлы кресладан келеді. Мына отырған кресладан келеді. Бір үлкен бастық, атын айтпай қояйын енді, мен өзімнің тәжірибемнен бір мысал келтіріп берейін. Үлкен бір катта облыстың бір бастығы, погонын айтпай қояйын, шен қай дәрежеде екен кісінің, үлкен кісі. Екеуміз сөзге келіп қалдық. Айналып келгенде менікі дін үшін, оныкі басқа бір мәселе үшін. Сонымен мен сені бүйтіп жіберем деп маған айтты. Жарайды. Мен сол кезде бірақ әкемізден, атамыздан естіген бір сөзді айттым. Мен көп болсам, мына тақтан кетермін. Бірақ мен көшеден өтіп бара жатсам, мені халқым ассаламу алейкум молдеке деп бәрібір қолын береді. Үйінің төріне барып отырам дедім. Сен сорлы дедім. Тура сөйтіп айттым, мен сөзбе сөз. Сен сорлы қызметіңнен түсіп қалсаң креслоңнан, сен сорлы кімге керексің дедім. Кімге жеңмей жағасың дедім. Общымыз екеуміз шарт бердік, сонымен бұрылып кетіп қалған күнім бар еді. Сондықтан адамның мына тәкаппарлығы кресласы бұл уақытша нәрсе. Дүниеден өткен марқұм Заманбек ағамыз айтқан бір тарихи сөзі бар. Интернеттен көзім шалып қалды. Мына таққа дейді, креслоға, бұл Алланың да құдіреті солай шығар, адам құйрығымен отырады дейді. Өйткені отырған жерде қалу үшін. Бұның дәрежесі сол екенін көрсету үшін, мүмкін Алланың да құдіреті сол шығар. Әдейілеп отырғызу үшін сөйтіп жасаған шығар. Бұл соның деңгейі сол төңірек деген сөз. Сол төңіректен шықпасын деген сөз. Хазірет Омар разияллаху анху халифа болған кезінде түнде елдің қызметін жасап береді екен. Отын тасиды екен, бірнәрсе істейді екен. Сонда оны көріп қалған бір қызметшісі айтыпты: "Ей Омар, бетім-ай, сен бұл жүргенің не?" деген кезде, "Мына тақта отырсам, тәкаппар болып бүйтіп қарным шығып, көкірегім жанып баратыр. Соны кішкене бүйтіп төмен түсіру үшін өзімді осы қызметке салдым" деген екен. Сондықтан Алла субханала тағала, құрметті ағайын бауырлар, Құдайдан сұрасаңыз, "Я Алла, менің жүрегіме тәкаппарлық салма" деп сұрайық. Тәкаппарлық бар болса, соны жой деп сұрайық. Мына қыз балаларға қатысты, бетіңнің сұлулығына қызықпа. Ақылдылық сұлулықта болмайды. Қолыңдағы қымбат гаджетіңе мақтанба. Жаңа айтқанда бір оқтық қолыңнан бүйтіп тұрып жерге тарс етіп бір түссе гаджетің, болды, оның шаруасы бітті.
Сенің миыңның өмірің, келешегің ол ода емес. Дипломда да емес. Сондықтан Алла Субханала Тағала адами қасиетпен жаңағы Құдай берген алтын жүрегіңе, дана жүрегіңе тәкаппарлықты кіргізбей, қарапайым болған халде еліңе, жұртыңа, ағайыныңа, достарыңа сыйымды болсаң, Құдай саған берген екен. А егер дүниесімен жағымпазды болсаң, беру. Бізде беріп жағынағанбыз қазір. Беріп жағымпаздансақ, онда дүниеден ажыраймыз ғой ертеме кеш. Сонда бізге ешкім қарамайтын себебі сол. Бала әкесімен сыр айтатын халге жетсе, дүние беріп үшін емес, папа мен сырымды айтам саған секретім десе, мақтана беріңіз. Құдай сіздің балаңыз сізге сыр айтатын халде, сізді жақындатқан адам деген сөз. Бауырыңыз, досыңыз сізге сырын айтса, қуана беріңіз. Өйткені сен сенімдесің. Сенің тәкаппарлығыңа мақтанып атқан жоқ. Барлығыңа мақтанып атқан жоқ. Сондықтан соған жалпақтап атқан жоқ. Сенің адами қасиетіңе талпынған шығар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху пайғамбарлар келмей тұрып, елдің ішіндегі аты Мұхаммад әл-Амин еді. Сенімді Мұхаммад еді. Ол кезде банк жоқ, депозит жоқ, дүниені ақшаны беріп кететін. Кімге беріп кететін? Анаған берсең лақтырады, қайтып бермей қояды, бас тартып алады. Мұхаммад алейхиссаламға, Мұхаммедке беріп кетеді екен. Елдің ішінде кәпірлер, мұсылман емес, кәпірлер беріп кетеді екен. Сенген соншама. Сондықтан, құрметті ағайындар, 90 сөздің тобықтай түйіні Аллах Тағала